Бүгін қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туған күні. Бар ғұмырын ән әлеміне арнаған композитордың биыл 90 жылдығы. Бүгінгі сюжетіміз сазгердің шығармашылығы мен ән ғұмырын баяндайды. Шәмші туралы айтқан кезде теміренбей қалмайтын қазақ баласы жоқ негізі. Оның үстіне өнер адамдар. Шәмші Қалдаяқовты қазақ вальсінің королі дейміз ғой. Ол король екені король кісі. Бірақ бұл кісінің бір әндерінің бір ерекше бір кереметтігі халық әнімен үндесіп жатыр. Сосын сол кездегі музыкалық өлшемдерді бір қалыпқа түсіріп, кәдімгі қазақ әуен бір әдемі бір әуездік лирикамен қазаққа түсінікті қылып, өзінің тамырына жалғастырып, болашақта да ол ары қарай да дамып кететіндей керемет бір әуезге шыққан кісі. Мысалы, кез келген бір-біріне ынтық жандар, сол кездегі қазірде бір-біріне сөзбен, тілмен жеткізе алмайтын сезімдерін, осы кісінің әндерін тыңдау арқылы, болмаса орындау арқылы жеткізді. Мен кейде әзілдеп те айтам. Бұл отырарда арыстан болып туған, Нәсір әл-Фараби туған, бұл отырарда Шәмші Қалдаяқов туған деп әзілдеп те айтам. Бұл деген композитор үшін үлкен бақыт, елдің аузында жүру деген. Сонау анау Отан соғысынан кейінгі жылдар ел қиналып жүрген кезде, одан кейін мына Қазақстанның солтүстік өңірлерін бөліп тастау, оңтүстік өңірлерін бөліп тастау, сондай бір науқан келген кезде, шыққан кезде, партия қызметкерлері, белсенділер үндемей қалған кезде, әнімен соған ел жұрттың ойын, тек қана өзінің ғана ойын емес, бүкіл халықтың ойын жеткізе білген адам. Мысалы, біз оқысының вальстың королі дейміз, вальстен басқа да керемет әндер бар. Мысалы, сол кездегі шаттанып шығарған әндері кейін отырардағы той. Оның altında жаңа неге қарсы менің Қазақстаным. Сол кезде оны қана сазгер емес, қайраткерлігі оқысын. Ол ешқандай қоғамдағы болып жатқан өзгерістерге бейжай қарамаған адам. Өзінің әнін жазып жүрді. Бірақ мынандай жағдай келгенде елдің атына сөйлегісі келді. Сөйлей алды да. Жұмекен Нәжмеденов. Ал енді ол шыққан әнді айтуға қорқып жүрді сол кезде. Үлкен эфирге шығаруға жасқанып жүрді. Неше түрлі өнерпаздар. Сол кезде біз Жамал Омарова апайдың батырлығын айтуымыз керек. Ол қасқайып тұрып қазақ радиосын бүгін үйреніп ертең шығарған адам. Бүкіл қазақ айтып кетті. Бұдан артық бізге қандай адамдар керек? Біз батырды кейде көктен іздейміз. Сол жақтан келетін сияқты. Әйтпесе басқа жерде бар, бізде жоқ сияқты. Бірақ олар өзіміздің ортамызда жүр. Жұмекен ағамыз да, Шәкең де сол кезде ортада жүр. Ал енді ол кісілер жалғыз болған жоқ әрине. Ол кездегі целый бір плеяда бар. Бізге қазақ өнеріне әдемі жол салып кеткен. Енді өмірінің аяқ жағы Жамбыл өңірінде өтіпті. Енді мен айтамайым, мысалы Алматыдан сол кезде қайнаған қызу ортадан бір керемет жақсы болғаннан кейін Таразға кеткен жоқ шығар. Бір нелер болды ғой енді. Көңіліне келетін бірдеңелер болды ма? Жағдай болмады ма? Гановка деген жерде тұрды, Жалпақсас деген. Солай естідік. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, думанды бастады далама қарасы. Ұлттық әннің тұтас бір дәуірін жасаған Шәмшінің әніне арқау болған арулар көп. Шәмшінің жүрегіне ән жаздырған, өздері де әнге айналған сұлулар бүгінде әртүрлі аңыздарға арқау болып жүр. Сонау 1974 жылдың жаз айында Шәмші Қалдаяқов сонау Қызылқұмда орналасқан Өзбекстанның Тамды деген қазақтар қоныстанған ауданға барады. Сол бір ай бойы елді аралап, ел жұрттың ықыласына бөленіп, әнін шырқап, бір керемет әсерде болады екен. Содан кетер кезінде аудан орталығындағы клубта кездесу кеші өтеді. Сонда өзінің шын көңілден алғысын, ықыласын білдіріп, мен Тамдыға бір ән қарызбын депті. Сонда арт жақта отырған бір бала
аға, егер Тамдыға арнап ән жазатын болсаңыз, сөзін Қадыр Мырзалиевке жаздырыңызшы деген екен. Содан Шәмші Алматыға келгеннен кейін бір күні Қадыр Мырзалиевке телефон шалыпты. Осындай бір елге барып келдім, жерге барып келдім, кел, мен бір ән жазам, соған сөзін сен жаз деп жаңағы әңгімені айтады. Содан Қадыр күледі, ау Шәке, баратын сен, көретін сен, бармаған көрмеген жерге мен қалай жазам, нені жазам дегенде, сен ақынсың ғой, ақынның қиялы жүйрік. Көз алдыңа енді сол жердің бір қызын елестет, мүмкін соған ғашық бол, сөйтіп әйтеуір бірдеңе жаз, мынандай ән деп әнін ыңылдап айтады екен. Содан Қадыр Мырзалиев осы Тамды аруы әннің сөзін жазған екен. Бұл Қадыр Мырзалиевтің Иірім деген кітабында тайға таңба басқандай етіп жазылған. Осылайша Тамды аруы әні Тамдыдағы бүкіл жұртшылыққа деген өзінің қазақы бір риза көңілімен Тамдының қыздарына, аруларына жазған деп қабылдаймыз. Оны қазір енді бір қызға ғашық болып жазған, ол кейіпкер әлі тірі екен деп жазады. Бұл енді елдің арасындағы алып қашпа әңгіме. Оған менің жаңағы Қадыр Мырзалиевтің сол Иірім кітабын оқыған адамдар нақты жауабын алады. Әрине бұл жөнінде көптеген әңгімелер тарағаны рас. Сол ауылда бір шай құйып отырған келіншекке ғашық болған екен, Мыңбұлақ деген ауылға деп жаңағы Иірім кітабында Қадыр Мырзалиевтің өзі айтады, қалай жазамын, бармаған көрмеген жер дегенде, отыра қалып, мынау Тамды деп қағазға сызып, мынандай ел бар, мынандай жер бар деп, бүкіл жер суаттарын енді керек болса пайдалан деп, сонда Мыңбұлақ деген сөз былай тілге орамды, көңілінде қалады. Сол үйіне қайтып келе жатып, троллейбустың ішінде сол Мыңбұлақ болса, онда қыздың бұрымын көз алдына елестетіп, 1001 бұлағындай деген сияқты келтіріп, солай жазған. Енді кім өзінің ауылындағы аруға арнамасын деп айтады, бәрі айтады. Иә, Мыңбұлақ деген ауылға барған, сол жердің жұртшылығы енді біздің ауылдағы мына апайға арнапты, анаған арнапты деген әңгімелер бүгінге дейін бар. Мынау көп жұртшылық байқаса, мынау Алматыда ашылған ескерткішінде де, былай көп суреттерінде де Шәмші ағамыздың басында теріден, қаракөліктен тігілген бір шәпкесі бар. Бұл сол Тамдыға барған сапарында жалпы Тауелбай деген Тамды, Кенемех, Шұдық деген қазақ аудандар бар. Сол Тамдыға келіп жатқан естіп, көрші Кенемех ауданындағы азаматтар, ай бізде барайық, Шәмшіге сәлем берейік, бізде мына ауылға шақырайық дейді. Сонда сол Кенемех ауданындағы аудандық тұтыну қоғамында есепші болып жұмыс істейтін, ұмытпасам, Зейнетбек Елеубеков деген кісі сол қасына бір азаматтарды алып Шәмшіге келеді екен. Арнайы жаңағы сол негізі ол аудандар Қаракөл қой шаруашылығымен айналысады. Тауелбайдағы Тамды ауданы. Ол сол терілердің ішінде антика деген сұрып болады. Ол басқаларына қарағанда өзінің ерекшелігі бар, қымбат, содан жаңағы шәпкен тіктіріп апарады екен. Шәмшіге барып Тамдыға амандасып, осылай деп Кенемекқа да келіңіз деп шақырғанда, ол кісі енді біраз жүріп қалдым, бір айдай болды, тағы бірде сәті түсер, кейін келермін дейді. Сонда басына жаңа шәпкені кигізсе, құйып қойғандай болыпты, қолына алтын сағат тағып, сосын конверттегі атын мінгізіп, ауылдың азаматтары қайтқан екен. Кейін сол шәпкені қысы жазы басына тастамаған дейді. Ескерткіште де сол шәпкесімен отыр Шәмші ағамыз. Көрнекті композитордың 300-ден аса әндері болса, соның барлығы халық жүрегінен өз орнын тапқан. Композиторды білмейтін, әндерін сүйіп тыңдамайтын қазақ жоқта шығар. Сазгердің әні халық әніне айналып үлгерді. Қазақтың маңдайына бақ боп біткен ол қанша ұрпақты әнімен тәрбиелеп келеді. Бүгінде оның есімі де әнге айналып кетті. Алаш ән өнерінің ғарышында қазақ үшін сазымен шуақ аулап Шәмші тұр. Қалдаяқов өлген жоқ. Ол ел аузында халық әні боп бірге жасай бермек.